Біз бүгін Қарағанды облысындағы бір ерекше кентте жүрміз. Бұл kenттің ерекшелігі де сол, кез келгеннің уысында түспейтін, кез келгеннің бақшасында піспейтін алма ағаштары көшеде өсіп тұр. Бұл Құдайдың бізге берген нығметі деп ойлаймын. Мысалы, мына алманы алып, олай жеуге болады. Бісміллә. Алмасы да тәтті. Бір айта кететін, бұл жаңа айтып жатырмыз, Абай ауданы Құлайғыр станциясы Южный кенті. Көшенің бойында бірнеше алма ағашы талдар егілген екен, бұрыннан бірнеше жылдар бұрын. Сол жемісін беріп тұр. Мына алға қарай жылжайық, көрейік. Осы кент, осы қала, осы аудан, осындай тамаша әдемі алма өсіп тұрған талдарымен ерекшеленіп тұр. Бізді қызықтырған да, осы ауылға тартқан да, осы алманың дәмі шығар. Мен арғын деген арыспын, азуы керек қарыспын. Сен бұзау терші шөншексің, мен өгістесі талыспын. Абылай алдында сен бітсен, Құдандалы таныспын. Егер Абылай алдында бітпесен, атасын білмес алыспын. Көшің кетер бір жаққа, малың кетер бір жаққа. Көш соңынан жете алмай, есін шығар сол шақта. Жар басына қамалып, жартыл ашық тігерсін. Аузынан ас кетер, қара көзден жас кетер. Боғылығынды қоймасан, сонау кеудедегі дулығадай бас кетер. Міне, бұл балаға риза болып тұрмыз. Құлайғыр станциясы Южный кенті Абай ауданындағы бір сондай тамаша ауыл. Міне көшеден келе жатқан баланы тоқтатып, бұқар жыраудан өлең сұрасаң айта береді ғой. Шын мәнінде біз көп жағдайда бір ауылдардың кемшін тұстарын, көлеңкелі жақтарын, бір оқыс оқиғаларын жаңалық қып жариялауға құмармыз. Неге осындай жақсылықты, осындай керемет жаныңды жадырататын, көңіліңе қуаныш сыйлайтын, көрсең көзін тоятын, осындай әдемі көшесі бар, әдемі алмалар өсіп тұрған ауылдарды неге осылай жарияламасқа? Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Енді бұл да Құдайдың назары түскен ауылдардың бірі шығар. Өйткені жаңа айтып жатқандай, қанша адамдар жылдар еңбектеніп бақшасында өсіре алмайтын алмалар көшеде. Және де бұл шақтың балалары бұған қатты қызыққа қоймайды ау. Себебі өйткені бұлардың өздерінің бақшаларында, үйлеріндегі орысша айтқанда дачаларында, аулаларында бұдан да көкөс өсіп тұрған сияқты ғой, Толып отыр. Жалпы осы ауылда тұрған қалай? Ұнай ма? Ұнайды, жақсы. Жазда өте жақсы. Жазда несі қызықты? Өзен бар. Қандай өзен аты? Баласына деген бар, су қоймасы үлкен. Сосын жаңағы өзен бар. Қандай өзен? Шерубай нұра. Шерубай нұра. Сол өзенге түсесіңдер, су тап-таза су. Алма алып жейсің бе мына жерден? Кетімді, жеңбегенде жей салам. Сабақтағы қарындарын ашпайды? Мынау сатып алмайсыздар, алма көшеде тұр. Аласам жей саласың. Қандай тамаша. Алманы жұлып, жей беріп, жүре бересің. Жаңа оқушылар айтты, қарымыз ашша көшеден алма жей саламыз деп. Бұл көшенің алмалары ана көшеге қарағанда өте дәмдірек және шығымды болып келеді. Құлайғыр станциясы Южный кентіндегі алма өсіп тұрған көшенің аты Абай хакімнің есімімен аталады екен. Биыл Абай хакімнің 175 жылдығының құрметіне ме ерекше алмалар жеміс беріп, осы көше ерекше биыл гүлденген екен. Осының бәрі кездейсоқтық нәрсе емес, барлығы бір-бірімен байланысып тұрған дүние. Мына алдымызда тұрған станция Құлайғыр деп аталады. Бүкіл Қазақстанның бүкіл қалаларына апаратын шойын жол осы Құлайғыр станциясын басып өтеді. Міне станцияның қасында алмада өзінің жемісін беріп тұр. Кезінде бабаларымыз атадан мал қалғанша тал қалсын деп осындай дүниені айтқан шығар. Расында да артында осындай ұрпағына жеміс беретін тал екіп кеткен адамдарға қаншама жақсылық барып жатыр. Сондықтан жүрген жерімізде де осындай жақсылық жасауға қолымыздан ештеңе келмесе де тал екіп кететіндей
жақсылық жасауға тырысайық ардақты ағайын.